Бір ауылда Ержан деген жігіт өмір сүріпті. Ол кішкентайынан еңбекқор, бірақ мінезі сәл қаталдау еді. Әкесі қарапайым адам болатын. Өмір бойы мал бағып, отбасы үшін тер төккен жан. Ержан қалаға оқуға түсіп, кейін жақсы жұмысқа орналасты. Ақшасы көбейіп, өмірі жақсара бастайды. Бірақ сол жетістіктерімен бірге оның бойына бір тәкаппарлық та кіре бастайды. Ауылға сирек келетін болды. Бір күні анасы хабарласып, «Балам, әкең сені сағынып жүр, бір келіп кетсеңші», деді. Ержан, «Уақытым жоқ, жұмысым көп», деп қысқа қайырды. Арада айлар өтті. Бір күні анасы қайта хабарласты. Дауысы мұңды еді. «Балам, әкең ауырып қалды», деді. Ержан амалсыз ауылға келді. Үйге кіргенде баяғыдай мықты, еңселі әкесін емес, әлсіреген, көзінде мұң бар қартты көрді. Әкесі оны көріп, күлімсіреуге тырысты. «Келдің бе, балам?» деді. Ержан үндемеді. Ішінде біртүрлі сезім пайда болды, бірақ оны көрсетпеді. Сол күні кешке әкесі жай ғана сөз бастады. «Балам, мен саған ешқашан жақсы көретінімді айтып көрмеппін». Ержан таң қалды. Бұндай сөзді әкесінен ешқашан естімеген. «Бірақ мен сені әрдайым мақтан тұттым. Сен менің ең үлкен жетістігімсің», деді әкесі баяу. Ержан не айтарын білмеді. Ол да әкесіне жақсы көремін деп ешқашан айтпаған еді. Тек «я» деп қана қысқа жауап берді. Түн өтті. Таңертең Ержан оянғанда үй іші тым-тырс еді. Анасының жылаған даусы естілді. Сол күні Ержан өміріндегі ең ауыр шындықты түсінді. Кейбір сөздерді кеш айтсаң, енді ешқашан айта алмайсың. Әкесінің жаназасынан кейін ол ұзақ уақыт бойы өзін кешіре алмады. Ол күн сайын «әке, мен сізді жақсы көремін» деп іштей айтып жүрді. Бірақ ол сөздер енді ешқашан әкесіне жетпейтін еді. Кейде біз ең жақын адамдарға ең маңызды сөздерді айтпаймыз. Ренжітпейін, кейін айтам деп жүріп, кеш қалуымыз мүмкін. Әкең бар ма? Бағала. Анаң бар ма? Құрметте. Жақындарыңа жақсы көретініңді айтып үлгер. Өйткені ертең кеш болып қалуы